осы даусыңыз прикол айтатын адамға ұқсайды дейді. Менің негізі даусым әртүрлі шыға беретін сияқты. Жағдайыңыз қалай дейді? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Айгүлді басқа жігітпен көрдім дейді. Әдемі. Бақытты болыңыз, жақсы адамсыз дейді. Сіз де бақытты болыңыз. Алматыда жаңбыр жауып жатыр. Менің қазір 45 минуттан кейін менің әнім шығады екен. Мен оқымадым ғой, еді оқып жатырмын. Сағынғаным қарлапашы. Өз басым соңында асқа күтіп отырмын дейді. Все, бұйырса аз қалды. Қызық болатын сияқты. Өзім андай өлеңді анда-санда шығарамайды. Редко короче. Гүлжан екеуміз жүрейік дейді. Махаббат болып па? Андай бір-бірімізді күтіп, заведениеда ма? Подожди, вообще тұр. Просто мен гүл берсем, андай гүлді по вкусу, со вкусом берген жақсы көремін. Андай бейт. Болды бір андай розаларда сыртына салғын орап бере салған. Мамайды маған. Со вкусом сочетаниясы болу керек та, короче. Сол, так что кімге деп өліп баратсыңдар ғой кәдімгідей, кімге деп айтпаймын. Ну что, поехали. Все, достар, давайте сау болыңыздар. Қазір чуть попозже кірем. Сосын мен қазір клипім шығады 50 минуттан кейін. Соған ютубқа бір күшті комментарий жаздым, қызық. Сосын анда лайк басып, комментарияларыңыз көп лайк жинаса, елуң сал жерім менің атымдан. И если что, маған жазылып қойыңдар. Осы біздің TikTok. Мамаға дешті жоқ, мамаға емес достар. Гүл алмағалғай заман дейді. Сол гүл алмай жүрген адамдарға гүл алу бұйырсын. 2009 жылғы қызға не жазып жүрсің дейді. Өтірік болып кетті енді. Так. Қашан шығады дейді. 51 минуттан кейін шығады, ровно 7-те. Так что сондай. Қошығаштың жиені да болды. Той қашан болғанда қыз жоқ. Қыз жоқ болып тұр енді. Арыс қаласынан сәлем дейді. Сәлем Арыс қаласынан. Все, достар, давайте сіз жазылып қойыңыздар. Осы біздің TikTok. Сол мен барып қазір бір бөлімдер қойдайын. Arrivederci.